Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін араға үш апта салып видео түсіру бақты бұйырды. Қаншама күннен бері ойда жүрген, бірақ іске аспады. Қонақта болдық, тағы да бір мәселелер болды деген сияқты. Айтатын ойым былай тұр. Жақсы сөз сөйле, немесе үндеме деген тақырыпты алып отырмын. Өйткені өзіме де жақын ол тақырып. Себебі айтатын болсам, біз жұмыс істеп жүрген кезде алдында біршама жыл бұрын ғой, жұмыс істеп жүрген кезде бір қыз туралы айтқанбыз. Неге ол былай қарамайды, неге ол былай істемейді, неге өз-өзіне былай істеп қарамайды, дұрыстап жүрмей ма, дұрыстап бүйтпей ма, елдер не ойлайды екен деп ойламай ма, как так можно деп солай айтқанбыз да. Бірақ сол айтқан кезде ондай бір сезім болмапты. Дұрыс емес айтып отырмын ау, мен негізі жамандаған дұрыс емес қой деген сезім болмағанда даже қазір ойлап отырсам. Өйткені ойладым да былай, негізі бойында нәрсе бар ғой, сол нәрсе как есть соны айтып жатырмыз, мы ничего не придумываем, бірдеңе қосып жатқан жоқпыз, ол өзінің бойындағы нәрсесін біз просто айтып жатырмыз деген бір өз-өзімізге не болады ғой, ақтау, оправдание істеп алғанбыз ғой. Әрине оның бәрі білімсіздіктен, дұрыс емес нәрсе негізі. Сөйтеміз да оны айтамыз, сонымен ұмытылып кетеді, сонымен бірақ претензия ғой, жаңағы неге бүйтпейді сөйтпейді деп айттық қой. Сол сұрақтың жауабы өзімнің бала шағам біреуінде кездескен кезде тілімді, бармағымды тістедім дейді ғой. Әттең ай болды да. Неге мен айттым дедім. Как я могла дедім. Біреудің өмірі, біреудің бойындағы нәрсе Құдай солай жаратты. Енді ол нәрсесі істемей жатқан шығар, болмай жатқан шығар. А в чем ее вина деп, мен өзім сондай бір сол балаларымда біреуіне кездескен кезде өте қатты ойландым. Өзімнің сол жерде дұрыс емес дегенімді, дұрыс емес айтқанымды Құдай өзі түсіндірді. Осы жерде Сәуле, сен дұрыс істемедің, осы сенің әрекетің дұрыс болмады деп бәрін алдыма алып келді. Өкіндім, бірақ ол қыздан барып кешірім сұрай алмадым. Бірақ Құдайдың алдында сұрадым, Алла тағала мені кешір, сөйтіп айтып қойдым деп өзімнің қателігімді мойындадым да. Сол сәттерден кейін бастап мен уже ойлана бастадым. Негізі ол дұрыс емес екен ғой. Біреу туралы айту, біреуді жамандау, артынан сөз айту, оның қасиет бойында болса да ол оған ұнамайды ғой, өйткені айтқан, значит оның өзі де бір ғайбат болып саналады да. Оның барлығын бүйтіп қалыпты жағдай деп қалыптасып қалған ғой бізге сол кездерде ше. Өзімнің шкурамда сезген кезде, өзімде емес сезген кезде, сол қалай болатынын сезген кезде мен уже балаларыма айтатын болдым. Отырғызып қойып айтам, ұлы болсын, қызы болсын, барлығына істемеңдер. Ешқашанда ешкім туралы, ешкім тағдыры туралы не айтпаңдар, сөкпеңдер. Қалай олай істеді, неге бұлай істемеді, мен болсам былай істейтін едім деген ешқандай бір ой болмасын. Мысалға бір кем жаңа мүгедектер болса да, бойында бір денесінде бір ақауы бар, бір кемшілігі бар, енді болады ғой, жаңағыдай бір туғандан пайда болған бір сондай адамды көрсеңдер де келемеж демеңдер, күлмеңдер. Оларды оқушылар, мысалға сендер оқушысыңдар әлінде, кемсітпеңдер. Ертең сендердің тағдырларында не күтіп тұрғанын бір Құдай біледі. Сендерге келмесе де бала шағаларына келуі мүмкін. Олай істемеңдер деп айтып жүрдім. Әлі де айтамын. Енді осы айтқан сөздің барлығы негізі өзіме де қатысты ғой. Әр айтқан сөзге негізі еге болу керек. Ойланып сөйлеу керек, дұрыс айту керек. Негізі өзіңе қалай сөйлегенін қаласаң, сонда бір şeyін жасау керек қой. Кейде бірақ пендешілікпен ұмытып кетеміз. Өзіміздің ойымыздағы да болмай қалса, жаңағы аузымыздан неше түрлі сөздер шығып кетеді. Кейде біліп айтамыз, кейде білмей айтамыз. Негізі соның барлығын
өзімізді қолға алып сабырға келіп бақылай алу керекпіз да өзіміздің айтқан сөзімізгеші. Соны айтқым келді. Мен негізі қатты ой болып жүрді да, негізі сол туралы айтқым келіп жеткізгім келді. Негізі ешкімде ешқашанда комментарий болсын, былай өмірде болсын, сыртынан болсын, ешқашанда жамандамайық, жақсы айтып жүрейік. Әр адам қателік жасап қояды. Қателіксіз пенде жоқ бұл өмірде. Бірақ қатесін түсініп ары қарай әркімнің өмір сүруге құқылы негізі. Қателік жасадым екен деп әр адам өзін жей беруге де болмайды. Оның өзі дінде де құпталмайтын іс. Өйткені біз претензия айтқан кезде біз Құдайға қарсы шығады екенбіз. Неге сен мені былай жараттың, неге сен мені былай істемедің, неге анау былай, неге мынау былай деген бір жаңағыдай көптеген сұрақтарымыз пайда болып, ол сұрақтың жауабын өзімізден табуға талпынбаймыз. Біреуге болмаса жаңағы Құдайға жаба салып отырған бізге тиімдіректі. Ары қарай жұмыс істемейсің, өзіңмен бірге әрекет етпейсің. Әрине, осындай кездерде біз ойлаймыз, әйелдік энергиямыз көтеріледі деп, бірақ біз қателесеміз. Әйелдік энергия өсек айтқанда, ғайбаттағанда, біреудің сыртынан мысалға жақтырмай қарағанның өзі, оның барлығы әйелдік энергиямыздың біздің төмен түсіреді. Одан кейін ештеңеге зауқым болмайды. Неге деп түсінбейсің, бірақ оның жауабы сен де бір пендені артынан сөз айттың ғой, жамандадың ғой. Өз жолымызды өзіміздің сөзімізбен өзіміз жауып жатырмыз негізінде. Сондықтан өзіміздің айтқан сөзімізге, ісімізге дұрыстап қарай білейік, дұрыс сөз сөйлейік. Егер жақсы сөз айта алмай тұрсақ, әртүрлі бір сезімдер болады. Енді түсінем, адам болған кезде лажы болса үндемейік. Өйткені үндемеген үйдей бәледен аман қалады деген мықты негізі сөз бар ғой. Сонымен бөліскім келді сіздермен. Алда айтатын әлі тақырыптар көп, просто неге қағазға түртіп алу керек болып тұр. Барлығы мида тұрды. Миға салып қойғансың, мидан кейін каша болады. Сол себепті енді жақсы бір тақырыптар Құдай қаласа қозғаймын деген ниеттемін. Сіздерге пайдалы болғым келеді. Сіздерге пайдалы болсам, ол өзіме де пайдалы болғаным. Өйткені айтқан сөздің жауапкершілігі бар сіздердің алдарыңызда. Сол енді сіздердің өмірлеріңізде де осындай бір жағдайлар болған болса, болды деп ойлаймын негізі. Деп ойлап қарасақ ол шығады негізіндеші. Болған болса, сіздер де пікірге жазып кетіңіздер. Мен оқимын, маған қызық. Өйткені мен енді бастап жатырмын. Осы YouTube болсын, Instagram болсын, барлығын енді қолға алып жатырмын. Парақшамда пайдалы болуға, қызықты етуге тырысамын. Тіркеліп алыңыздар. Ойларыңыз болса, ойларыңызды айтыңыздар. Білгеніммен бөлісуге дайынмын. Ал сәттілік барлықтарыңызға. Көп рахмет.